Армысыздар. Келоқи қайдарының кезекті шығарылымын бастаймыз. Бүгінгі шығарылымда Бердібек Соқпақбаевтың «Өлгендер қайта келмейді» повесін талқылайтын боламыз. «Өлгендер қайта келмейді» повесінің негізгі идеясы еркіннің өмірбаянымен сипатталады. Яғни өмірлік тізбек баяндалады. Бірінші бетте еркіннің 15-16 жасымен таныссақ, ал ең соңғы үшінші бетте еркіннің 30 жасындағы кейіпімен қоштасатын боламыз. Жақсылық пен жамандық атаулы да еркіннің көзқарасымен суреттеледі. Әрине, романда еркіннің бойындағы ауыртпашылық суреттелген. Мен әр бетті оқи бастаған сайын, еркіннің қасынан табылсам ғой деп те армандап қоятынмын. Еркіннің бойындағы намысшыл, қайсарлық, шыншыл қасиеттердің бәрі оны әрқашан алға жетелейді. Өзгенің емес өзінің оймен жүретіні де үйренетін нәрсе. Қаншама сәтсіздік пен ауыртпашылыққа мойымай жүрген еркіннің бойындағы жігітті қасиет деп білем. Оқиға желісі жалпы еркін мен Зағипаның отбасылық өміріндегі көптеген қайғы қасіретті бастан кешумен аяқталған еді. Тұңғыштарының 40-нан шықпай жатып айырылып қалады. Одан кейін еркіннің әжесі де қайтыс болады. Сәрсебек еш хабарсыз сол күйі қайтып оралмайды. Зағипа одан кейін осы жақсылық пен жамандық бірге жүреді демекші, Зағипа Жанар есімді қыз босанады. Еркін өзінің әдеби ортадағы ең алғаш туындысын шығарып, көптеген қаражат табады. Тағы да жұбайы қыз босанады. Бірақ Жанар қызылшамен ауырып қайтыс болады. Арада уақыт өтеді. Қалимен кездесіп, екеуі бірге Ғалияның үйіне қонаққа барады. Осылайша шығармада оқиғада өз мәресіне жетеді. Түсінгенім, қандай қиындық болсын, мойымай, қасқайып, қарсы тұрып жақсылыққа сеніп, арманға жете білу керек. Бір сөзбен айтқанда, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік повестердің бірі деп білемін.